Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге паска pH сенсорымен қалай дұрыс жұмыс жасау керек екендігін көрсететін боламын. pH құрылғысы мынандай қорапшада сақталынған. pH құрылғысы менен біз ертіндінің қышқылдығымен немесе сілтілігін өлшейтін боламыз. Қорапты ашамыз. Бірінші тұрған нұсқаулық ағылшын тілінде берілген, қазақ тіліне аударып алсаңыздар болады. Демонстрациямызды әрі қарата жалғастырамыз. Қорапшаның ішінде екі компоненттен тұрады. Біріншісі сенсор. Міне көріп тұрғандарыңыздай pH сенсоры. Бұл сенсормен, яғни сенсорды Bluetooth арқылы телефонға да, компьютерға да қосуға болады. Келесі компонентіміз pH пробасы. Сенсорды pH пробасына орналастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай құрылғы жалғанған. Төменгі жағына назар аударатын болсаңыздар, қорғаныс құтысы бар. Осы қорғаныс құтысының ішінде ертінді бар. Осы ертіндіні ашқан кезімізде абай боламыз, төгіп алмауымыз керек. Себебі бұл ертінді ішіндегі электродтардың ұзақ уақыт жұмыс жасауына көмектеседі. Сол себептен абай боламыз. Осы құрылғыдан алған деректерді қолдану үшін Spark-U бағдарламасын қолданамыз. Енді датчигімізді іске қосамыз. Сол кезінде датчигіміз шығады 304-063 номерімен. Енді датчигімізді таңдаймыз. Енді графикті таңдап, графигіміз шықты. Енді осы құрылғы арқылы сірке қышқылының pH деңгейін анықтаймыз. Енді біз графикке талдау жасайтын болсақ, бірінші кезінде құрылғының pH деңгейі 5 болды. Онан кейін біз ол құрылғыны қышқылға салған, сірке қышқылына салған кезімізде графигіміз төмендеді. Себебі қышқылдардың pH деңгейі төмен. Қорытындылай келе, сірке қышқылының pH деңгейі 2-де 6-ға тең екендігін анықтадық. Осы видеоны көргендеріңізге рахмет. Егер ұнаса, лайк басыңыздар. Сіздерге сәттілік.